Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бас бармақ арнасы. Іш қату кезінде өзіңізге ең қолайлы және оңай жолмен қалай көмектесуге болады? Іш жүргізетін дәрілерден бас тартып, сондай-ақ ішектің қалыпты жұмысын қалай қалпына келтіреміз? Бұл видеода қарастыратын тақырыптар дәрігерлерге жиі сеніп, қазірдің өзінде бірнеше дәрі-дәрмектерді пайдаланып көрген, бірақ нәтижеге қол жеткізе алмаған адамдарға жақын болуы мүмкін. Іш қату кезінде әрбір ситуацияның әсерін жіті қарастыру маңызды. Мысалы, дәретханаға бару жиілігі, ішектің ауруы, нәжіс көлемі және басқа да факторлар. Бізге оның барлығын қарастырмай-ақ, өз бетіңізше және жылдам әдіспен жүзеге асыру жолын қарастырайық. Практика жүзінде аналар балаларының ішіне сұйықтық берген соң сағат тілімен массаж жасап көрген болар. Бұл әдіс нәрестелер үшін ауру сезімін басып, іш қабырғасының бұлшықеттерін күшейтетін әсерге ие. Ал ересектер үшін ең қолайлысы ол 10-30% тұздылығы бар газды сулар. Әрине, бұл әдісті шамадан тыс асырып қолдануға болмайды. Жаңа босанған аналар үшін таңертең аш қаранға 2 кивиді тазалап жеп, артынан 1 стақан су ішсеңіз жақсы көмектеседі. Егер кивиға аллергияңыз болса, жатар алдында 1 алманы жесеңіз болады. Іш қату бұл ішектің моторлы эвакуациялық функциясының бұзылуы. Нәжістің болмауы 24 сағаттан асады. Бұл дененің өзін-өзі улануына келеді. Неліктен бұл орын алады? Ішектің жұмысы бауырда өндірілетін өт арқылы реттеледі. Өт қабында жинақталады. Содан кейін тамақ ішкен кезде ішекте тамақты қорыту және тамақ түйіршіктерінің қозғалысын реттеу үшін бөлінеді. Егер бауыр мен өт қабының қызметі бұзылса, өт көпіршіктері әрең шығады және ішек қозғалғыштығын бұзады. Бұл жағдайда тамақ қалдықтары ашыту және ыдырау процесіне ұшырайды. Қанға сіңіп, барлық органдар мен жүйелерге таралады. Ішекте ісіну мен құрысулар, бас айналуы, бас ауруы, көру мен есту қабілетінің төмендеуі, есте сақтау және интеллект, шаршаудың жоғарылауы, ұйқының бұзылысы, иммунитеттің төмендеуі, дененің қартаю процесін жеделдетеді. Іш қатуы бар әйелдерде этиккар циклі бұзылады. Еркектерде сперматозоидтардың қозғалғыштығы мен потенциалы төмендейді. Іш қату ішекте құрттардың болуының салдарынан болуы мүмкін және онкологиялық ауруларға бейімділікте де. Іш қату кезінде тоқ ішектің микрофлорасы бұзылып, дисбиоз пайда болады. Ендігі кезекте соңғы бірақ ең пайдалы іш қату кезіндегі индиялық тәжірибеде қолданылатын шанплакшалана деп аталатын арнайы методикамен таныстырғымыз келеді. Процедура аш қарынға жасалады. 3 литр суға әр литріне 1 шай қасық тұз салып араластырамыз. Жай ғана шай қасық тұз. Су дене температурасымен бірдей болғаны дұрыс. Осымен процедураны бастаймыз. 1 стақан суымызды ішіп, бірде жаттығулар жиынтығын жасаймыз. Кейін 2-ші стаканда да жаттығулар жиынтығын орындаймыз. Әдетте 6 стақан сумен шектеледі. Жаттығулар кешеннен кейін сіз бірден дәретханаға жүгіретін боласыз. Процедураның принципі жаттығу арқылы сіз асқазандағы суды ас қорыту жолынан шығару арқылы жұмыс істетесіз. Белгіленген жаттығулардың кешені. Процедура үшін 4 қарапайым жаттығулар қолданылады. Олардың әрқайсысы 8 реттен орын алады, әр бағытта 4 рет. Бірінші жаттығу аяқтар иық деңгейінде, қолдар жоғары, саусақтар айқастырылған күйде солға және оңға еңкейтіңіз. Әр бағытта 4 рет. Бұл жаттығу кезінде асқазаннан шыққан судың бір бөлігі 12 елі ішекке енеді. Екінші жаттығуымыз түзу тұрып, аяқтар иық деңгейінде, оң қолды көлденеңнен созыңыз. Сол қолды оң бағытқа қарай бағыттаңыз. Сол қолға және оң қолға бұрылыстар жасаймыз. Созылған қолды мүмкіндігінше артқа қарай бағыттаймыз. Үздіксіз орындаймыз. Бұл жаттығуды орындау барысында су аш ішекке итеріледі. Үшінші жаттығу ішпен жатып жылан позасына көтерілеміз. Алақандар мен саусақтар етенге тиеді. Аяқтар бір-бірінен 30 см қашықтықта. Бұл маңызды. Әр бағытта 4 рет жасаймыз. Бұл жаттығу суды аш ішек арқылы жылжытады.
Ең соңғы жаттығу еңкейіп аяғыңызды бөгіп әр бағытта 4 рет. Бұл жаттығуды сол тізеңізді төмен түсіріп, іштің оң жағын қысудан бастау керек. Осылайша біз суды тоқ ішек арқылы шығарамыз. Осы жаттығуды жасағаннан кейін сізде жақсы ұйқы, бет пен дененің тері проблемаларының жойылғандығын, дене иістерінің жойылғандығын, ас қорыту жолына байланысты ішкі мүшелер мен бездер, ол жерде ұйқы безі, бауыр, бүйрек болуы мүмкін, барлығын тазалайсыз. Біз қолданатын клизмалар тоқ ішекке, ал аштық аш ішекке ғана әсер етеді. Ал бұл видеода айтылған әдістер сіздерге міндетті түрде көмектеседі. Іш қатуды елемей қоюға және оған өздігінен шешілетін жеңіл проблема ретінде қарауға мүлде болмайды. Сондықтан ішектің дұрыс жұмыс істеуі және толық тазартып отыру аса маңызды. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, комментарий қалдыра кетіңіз. Әрқашан деніңіз сау болсын және энергияға толы болыңыз.